Сәлеметсіздер ме? Мен сіздерге бүгін бір тест туралы айтатын боламын. Бұл тест арқылы сіз бойыңызда жасырынып жатқан бір қасиетті білетін боласыз. Оны ендеше кеттік. Ол үшін мына флакондардың ішінен біреуін таңдаңыз. Көп ойланбаңыз. Сол таңдаған флаконыңыз туралы сіздің бойыңызда қандай қабілет бар екенін айтамын. Егер сіз бірінші флакон таңдаған болсаңыз, онда сізде емшілік бар. Сіз адамдардың денесіндегі бойындағы дертті емдей алады екенсіз, өзіңіздің денсаулығыңызды да жақсарта аласыз. Екінші флакон таңдасаңыз, сізде көріпкелдік бар. Сіз біреудің іс-әрекетімен оның соңы не болатынын алдын ала біліп отырасыз. Сіз өзіңізге әп-сәтте талдау да жасай алатын қабілетке иесіз. Үшінші флаконды таңдасаңыз, сізді ақ әулие деуге болады. Сіз жағдайда тиімді жақсы жаққа бұра аласыз, немесе адамды алға сүйрейтін күшке иесіз. Ал өз өміріңізді жақсарту қолыңыздан онша келе бермеуі мүмкін. Төртінші интуиция бар. Төртінші флакон таңдаған адамда сіз адамдардың тұрмыстық жағдайын жақсартуға қабілеттісіз, ал өзіңіздің қаржылық жағдайыңызды жақсартуға қол жеткізу азырақ. Бесінші флакон таңдасаңыз, сізді қара әулие деуге болады. Сіз бір қарым-қатынасты немесе бір жасаған істі бұзып соған әуессіз, жағымсыз соққы беруге қабілеттісіз. Сіздің өміріңізді сіз сияқты бірақ басқа адамдар бүлдіре алмайды екен. Алтыншы флакон таңдасаңыз, сіз махаббатпен жек көруге билік жүргізе аласыз. Сіз бір сезімді күшейте аласыз, бірақ өзіңіз жалындаған махаббатқа да өшпес жек көрушілік сезіміне де қабілетті емессіз. Тыңдағандарыңызға рахмет. Егер осындай кеңестер ұнаса, лайк басуды ұмытпаңыз.